Армысыз көрермен, эфирде ақындар антологиясы. Ақын қоғамның жаршысы, қоғамның бейнесін айна қатесіз жеткізетін жүректі талғам иесі. Бүгінгі ақындар антологиясының кезекті кейіпкері, үздік педагог төсбелгісінің иегері, жас талантты ұстаз, ақын және де өз шығармашылығымен көптің талғамына жүрегінен орын алып жүрген ақын Жадыра Құнанбайқызының шығармашылығына арналады. Жалпы ақындық жолыңыз қалай басталды? Осы төңірегінде сұхбаттассақ өзіңізбен. Рахмет көп. Осылай елеп ескеріп шақырғандарыңызға. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, ұстаз деп. Менің негізгі өмірлік ұстанымым ой тастау, тағылым беру, білім беру. Сондықтан ақынмын деп еш жерде кеуде соғып айтпаймын, ақынмын деп жазбаймын. Әлде бір кітабым шыққан жоқ. Сіз осы дүниеге дайындалар тұста қарасам, енді бір 150-ден аса бет соңғы 2,5-3 жылда кітабым дайын тұр екен, электрон нұсқасы. Бірақ соған жүрегім дауаламайды, өйткені ол ақындық ұлы дүние, енді Алла қаласа кейінірек шыға жатар. Қайдан бастау болды деген кезде, бұл енді ақындық туа біткен қасиет болады деп ойлаймын негізі. Содан кейін бұның бұлақ көрсең көзің аш деп Дәмеш Омарбаева ұстазым айтпақшы, біздің осындай кішкентай талантымызды ашып, осы жолға алып келген әрине менің ұстазым, халықтық ақындар орталығының жетекшісі, мәдениет қайраткері Дәмеш Омарбаева анам 5 сыныптан жетелеп, осы орталыққа алып келіп, өлеңге ғашық қылып, айтыс өнеріне ғашық қылып, сан мәрте сахнаның төріне шығарып, осындай жүлделерді беріп, шабыттандырған анама әлі күнге дейін мыңда бір алғыс айтам. Қаншама осы Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі белгілі қоғам қайраткерлері, ақындар, жазушылар осы анамның, Дәмеш анамның үлгі өнегесін алды. Тамаша. Жалпы енді сізді шабыттандырған ол шабытты орта болса, ал сіз шабытты неден аласыз? Тамаша сұрақ. Бұл сұраққа өліммен жауап берсем, сен қайдан шабытты аласың, өмірден аламын. Сен неге мұңды өлең жазасың, мендегі таза мұң. Жүректе неге әлі баласың, көретін күзім бар. Сен неге құштарсың жалғанға, өмірге құлшынам. Сен неге сабырлы боласың, сынақ бар мен шыдар. Сен неге күлкіңді жасырдың, көз түйіп қалады. Өмірді ең қымбат асылың, анам ғой бағалы. Неліктен өзіңде бар сырың, өмірдің сабағы. Дегендей ойды айтқым келеді. Шынымен де шабытты әр ақын өмірден алады. Тамаша. Тағы да жұп болсын, өзіңіздің тамаша талғамды туындыңызды оқып берсеңіз. Енді ақын періште дейді, ақын тәңірдің ойын жеткізуші, ол бір қасиеттің иесі, ахун дегеннен шыққан деп тағы сол сияқты ойларды айтып жатады. Бірақ ақын шындықты айтады. Бірақ ақын да пенде, ол періште емеспіз. Соған сай бір періште емеспін деген өлеңді оқып кетейін. Қанат қағып ұшар едім алысқа, кетер едім таласпенен тартыстан, жерге мынау жерсінбей-ақ қойдық-ау, тұрағымды табар едім ғарыштан. Әттен періште емеспін, естімесем қаңқу сөзбен өсекті, ақ жауынды жаудырар ем кесек қып, енді бірде жылытар ем пендені, жан ұшырып құшқан суық төсекті. Әттен періште емеспін, жауыма да жылы шырай танытып, шайтандарды кетер едім қаңғытып, ұйықтап жатқан шенділерді оятып, тауларды да сөйлетер ем жаңғыртып. Әттен періште емеспін, көздердегі жойып барлық мұңдарды, сезім тербеп, жүрек тұрса тыңдалып, үнсіз ғана түсінсе ғой ғашықтар, жиндар ғана жүре берсін жынданып. Әттен періште емеспін, тек кіршіксіз ғана шықтар іркіліп, нұр жүректе қалса екен күн тұнып, бүкіл әлем мейірімге толса ғой, бүкіл әлем гүлденсе ғой құлпырып. Әттен періште емеспін, тәңір менен отырар ем тілдесіп,
барша жанға жұмаққа ашып бір кесік, адамзатқа шындық қана айтқызып, сәбилерге толтырар ем мың бесік. Әттен періште емеспін, әттен періште емес пендеміз, бірақ мұрат орындауға келгенбіз. Адам болып туылған сон мақсат қой, адам болып қалдырсақ тек өлгенбіз. Пендеміз ғой, біз періште емеспіз. Ай, қандай керемет туынды. Жалпы біз арасында да періште емес, пендеміз. Сол жұмыр жүректі пенденің дұрыс қадам шешім қабылдауы ол бүгінгі қоғамның басты міндеті. Енді осыда жалпы сіздің жүрегіңізден ерекше орын алған туындыңыз бар ма? Өзіңізге ыстық. Жалпы ол туындының тарихына да тоқтала кетсек, қалай туындап еді? Енді әр өлең іштен шыққан сәби сияқты, жайдан жай, өлең деген келмейді жайшылықта демекші, бір ойдың түйінді дүниесі сияқты келеді ғой. Бірақ маған бір ерекше өзіме осыдан бір 2 жыл бұрын жазған өлеңім аса ыстық. Неге десеңіз, біз ақындар түн баласы сырласқанды жақсы көреміз түнмен. Әйтсе де мына жаңа айтып жатырмыз ғой, періште деп, сондай дүниелер сиқырлы әлемнің бір бөлшегі сияқтымыз. Сонда адамның өмір бақи бірге жүретін серігі қандай деген сұрақ туындайды, ол көлеңкесі екен. Өлген кезде ғана көлеңке адамнан жаңағы алыстайды. Сол дүние ойымда тұрып, сол көлеңкемен сырласу деген өлеңді оқып берейін. Тамаша. Саған таныс үнсіздік, маған таныс. Шіркін, өмір бар мекен алаңдаусыз. Жан сырымды ақтарсам тіл қатпастан, жаның ашып тұрғандай, маған даусыз. Иә, тақ айта түс түрем құлақ, жарық бер деп сұрама күннен, бірақ қараңғылық емес ол қара түнек, біраз өмір сүрелік күннен жырақ. Дегендейін бас ezеп сұрақ күткен, меніменен сан күліп құлазып ең. Жанға айтпас сырымды саған айтып, сағат өзіңмен сырласып ем. Таңғаларым, бұл неткен сабырлылық, өзен ашу өткенде ағын қылып, үнсіз ғана күйімді түсінгенің, жаным жібіп кетеді, қаным жылып. Үнсіздікте қанша ой, қанша мұң бар мұңыммен қанекей қарсы алыңдар. Бос сөйлетін жандардан шаршап келем, керегі жоқ есікті тарс жабыңдар. Бір сөйлесен айтатың мың әңгіме, күрмеуі жоқ көп сөздің керегіне. Көлеңкемнен артық дос таппай келем, мен өлгенше жарайтын керегіме. Қандай керемет туынды. Жалпы үнсіздікте сырласқан ақынның жүрегінен шыққан ыстық туынды. Көптің көңіліне жететін жалынды жыр. Бүгінде өзіңіздің үйірмеңіз бар, иә? Жалпы талапты балалардың талабын жағып, талантын ашып, бүгінде өлең жолына, өлең өлкесіне қадам басып, өзіңіздің септігіңізді тигізіп жатырсыз. Жалпы бұл үйірмедегі жұмыс барысы қалай болып жатыр? Жас қалам, жас ақындар мен жазушылар үйірмесін осы мектепке кірген жылы 19 жылы ашқан болатымын. Қазіргі таңда біршама енді 20-ға жуық шәкірттерім болды. Қазірде міне білім алушылар жұмыс істеп жатыр. Жұмағалиев Ақтілек деген оқушым республикадан да, облыстан да, қаладан да, айтыстардан бас жүлде алды, бірінші орын алды. Енді қазір басқа мамандықты таңдауына байланысты сәл осы ақындықты биыл менен рұқсат сұрап, мұғалім енді айтысқа қатыспайыншы деп. Бірақ ішінде бәрібір сондай керемет көп дүние қалды. Домбыраны үйренді, 5 музыкалық мектепті тамамдайды. Жалпы әр сабақта осы шығармашылықпен айналысуға үлкен көңіл бөлемін. Өйткені қазақ тілі мен әдебиеті сабағы тіл өнері, одан кейін ұлтты сүю, шығармашылықпен айналысу деп түсіну керек деп ойлаймын. Тамаша. Жалпы енді өзіңізден туынды сұрасақ, көрерменге де
өте қызық. Сіздің шығармашылығыңыздан адамдар қызық бізе деген бір юморға толы деп айтсақ болады. Жалпы өлеңді көп күрделендіргенді ұнатпаймын. Өлең абай айтпақшы жұрт жұмыр тегіс келсін айналасы, ой салатын, жан-жағы жұмыр келген, бөтен сөзбен бұлғанбаған тамаша сондай ой бар дүние болса, сол бір ой қалдырса оқырманға, сонда мақсатына жетеді деп ойлаймын. Адамдар қызық бізе. Жүректерді жүректер жырлатып, қайнап жатқан сезім қанша тымыстық, ырду-дырду тіршілікке кірісіп, бірақ жанға керек дейміз тыныштық. Адамдар қызық бізе. Жұбатамыз бірімізді біріміз, бірімізсіз жоқ екен ғой күніміз. Бұл жалғанның бәрі жалған десек те, жан тәтті ғой тіріміз. Адамдар қызық бізе. Сүй аламыз, жек көре де аламыз, дос боламыз, дұшпанды да табамыз. Бірақ күнде жерінеміз біреуден, бірақ күнде бақытты болып қаламыз. Адамдар қызық бізе. Сүрінеміз, күрсінеміз, күлеміз, ғұмыр мәңгі болатындай сүреміз. Денсаулықты тілесек те біреуге, ауырғанда тек қадірін білеміз. Адамдар қызық бізе. Көре алмаймыз, көре аламыз, көнеміз, бірақ сәтте көкке жетер төбеміз. Өмір жайлы көп ойланып жүрсек те, шеше алмайды өрмектерін өреміз. Адамдар қызық бізе. Бірімізге жақын, кейде бөтенбіз. Әйтеуір бір өкінішпен өтерміз. Өзгелерді түсінсек те тым жақсы, өзімізді түсіне алмай кетерміз. Адамдар қызық бізе. Бұл ғаламның тылсым сырын ақтарып, Галилео, Коперниктер аштанық түсіндіріп тіршіліктің бар сырын, бірақ күнде қара жерде тапталып, бір күні кетеміз. Ой, қандай керемет туынды. Әлемнің жұртшылығының білімге, ғылымға көзін ашқан ойшылдардың тұлғаларын бір өлеңге сыйдырыпсыз. Өте тамаша туынды, адамдық парыздың анық белгісі деп бағалау керек. Енді осы тұста жалпы өзіңізге тағы да бір сауалымыз бар. Ақынға қажетті қарымды қабілет десек, нені айтар едік? Шабыт. Сосын ақындар көкті аңсайды, бір ғаламат, арманшыл, қанат берсе ұшып кететіндей. Енді осы тұста тағы да өзіңізге сауалымыз бар. Жалпы сіздің өлең өлкесінде ең алғашқы өнер көрсеткен сәтіңіз есіңізде бар ма? Әрине есімде. Ешқашан есімнен кетпейтін сәт. Ең алғаш 5-ші сыныпта осы Сара апайымыз бар, Тоқтамыс бар, Ринат ағаларымыз бар, ол кезде Фархат ағамыз бар. Ол кісі Сара апай мен Фархат ағалар 11-ші сынып, біз 5-ші сынып. Оқушылар айтысы қалалық. Содан жаңағы Жалғас Зейнолаев деген қазір жақсы жүргізуші, екеуміз жұптастық. Енді апам дайындап бісміллясын айтып, ал енді сахнаға шығыңдар деп. Амандасымыз енді шыны керек, баламыз ғой. Амандасымызды жазып, кішкене жаттатқызып, қобалжымаңдар деп біздің тақымызды қысып тұр. Бір кезде Жалғас екеуміз қолымыздан ұстап, біріміздің қол деген мынау тер. Сахнаға шықтық. Баста үкі. Енді өзім бойым кішкентай болатын, кішкентай қара қыз, домбырам өзімнен үлкенде, домбыраны ұстай алмаймын, домбырам мына жақта, өзім мына жақта отырмын. Соны домбыраны бір шет қойымды, Жалғас деп айта береді екен. Бір кезде Жалғас маған бірдеме деп тиісіп қалды. Ол біздің ойда жоқ, жоспарда жоқ дүние ғой. Сосын мен тұрам да, ондай нәрсе болмап еді ғой деп, ол маған неге тиіседі, неге мен оған тиіспеймін деп, содан кейін ән жерде арқаланады екенсің. Апаңның жетек деген тайлағысын деп апасымен жүретін. Ол кезде
айтысқа алып келіп дайындыққа апасы алып келіп жүретін. Сосын мен де өзімше тиіспек болып сол апаңның жетелеген тайлағысың деп сөйтіп айтқаным есімде. Содан кәдімгідей екеуміз айтысып кеттік ана жерде. Апам деген риза болып ана жақта ел бәрі күліп бір үлкен бір сондай риза болып көрермен көзайымы деп Жалғас екеумізге арнайы үлкен картина берген. Сол ең алғашқы сыйлығымды үйге анам іліп, сонда үлкен мақтаныш сезім, менің қызым ақын деп. Сондай, мен ақын болдым, болды. Ақын деген не екенін білмейсің ғой, кім екенін білмейсің, түсініп ол кезде баламыз ғой. Мен ақынмын, бүгіннен бастап ақын деп айтыңдар деп. Енді өзіңізге алғыс білдіреміз. Ақындық жолда абыройыңыз, атақ даңқыңыз асқақтай берсін. Жалынды жырларыңыз көптің көңілінен шыға берсін. Алда жинақ шығарам деп жатырсыз. Енді сол өлеңдеріңіз жинақталып, үлкен бір тұсауы кесіліп, үлкен бір жиын болсын деген тілегіміз бар. Сонымен қоса, жалпы енді шабытыңыз шалқып, жаңа жалынды туындылар жарық көре берсін. Әрқашан ізденіс жолында, білім жолында жолыңыз әрқашан ашық болсын, білімді, білікті шәкірттеріңіз көп болсын, бізді әдемі туындыларыңызбен қуанта беріңіз дегіміз келеді. Көп рахмет сіздерге. Иә, қымбатты көрермен, осымен ақындар антологиясы аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, ел назары бізде болсын.